Ихсан рухани тәрбие негізі кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассалам аля расулиллах, амма бад, ассаламу алейкум, рахматуллахи та'аля, ва баракатуху. Құрметті бауырлар, Алла субхану ва та'ала ерекше мейірімін, рахметін түсіретін, әрі ол құлдарына қияметте ерекше көңіл аударып, дәрежесін жоғары ететін құлдарының бірі ықыласты құлдары. Яғни ықыласты құлдары деп өзінің амалы да, ниеті де бір ғана Алла үшін болған құлдар деп білеміз. Яғни әрбір жасаған амалы риясыз болып, бір ғана әрбір ісінде Алланың ризашылығын ғана мақсат етіп, бар ғұмырын Аллаға арнаған құлды ықыласты құлдары дейміз. Иблис алейхи лаана барлық құлдарын азғыруға қауқарлы болады екен. Алайда Алланың құлдарының ішіндегі бір ғана топ құлдарына оларға үстемдік жасап, оларды азғыруға мүмкіндігі келмейді екен. Ол жөнінде Құранда Алла субхана ва тағала былай деп бұйырады. Қала рабби бима ағвайтани лаузаййинанна лахум фил ард ва лауғвияннахум аджмаин илля ибадака минхумул мухласин. Садақаллахул азим. Уа Раббым, мені адастырғандығың үшін жер бетіндегілердің барлығын көздің жауын алатындай етіп, пенделеріңе безендіріп қоямын. Артынша оларды да азғырамын. Алайда өзіңе ықылас қылған құлдардың жөні бөлек деп, осы Нахл сүресінің 39-40 аяттарында аят келген екен. Яғни бұл аяттан біз нені аңғарамыз? Иблис алейхи лаананың тек қана Алланың ықыласты құлдарын ғана азғыра алмайтындығын осы аяттан біз көріп отырмыз, құрметті бауырлар. Қалған барлық құлдардың барлығын Иблис алейхи лаана оқығанын да, көп құлшылық жасағанын да, көп жомарттық жасағандарын да, көп қайырлы іс қылғандардың барлығын әртүрлі айлаға салып, Иблис алейхи лаана, яғни жер бетіндегі барлық нәрсені олар үшін көздің қарашығындай етіп, көріктетіп қоямын деуінде үлкен мән жатыр. Сол үшін әрбір амалда риясыз құлшылық қылған ғана құлдары ғана иншалла Алланың құзырында үлкен мәртебеге ие болады екен, құрметті жамағат. Жалпы Алланың ықыласты құлдарын біз қалай танып, олардың істерінен міне бәрекелді Алланың шын ықыласты құлдары екен деп айыра аламыз. Шейх Зуннунул Мысри Алланың ықыласты құлдарын бір үш нышаннан, үш белгіден ажыратуға болады деп айтқан екен. Біріншісі, халық егер оларды мақтап, даттаса да, олар оны көңіліне алмайды дейді. Бірінші белгісі. Екінші белгісі, жасаған жақсылығын сол сәтте тез ұмытатын кісілерді айтады. Екінші белгісі. Үшінші белгісі, әрбір жасаған сауапты істер үшін ақиретте оған сауап берілетіндігін де ұмытып қоятын кісілерді айтады екен. Міне осы үш белгі арқылы Алланың ықыласты құлдарын тануға болады дейді. Осы өмірде көптеген жақсылық жасаймыз, садақа береміз. Әрі сол садақа үшін тіпті кейде біз олардан біз үшін дұға етуін сұраймыз. Айша анамыздың өмірінен қысқа ғана үлгі боларлық дүниені айта кетейін. Айша анамыз бірде садақа беріп, сол садақа берген кісіге де дұға еткендігін көрген кісілер, «Я Айша, әдетте біз елге мұқтаждарға садақа берген кезде олардан дұға сұрайтын едік. Олар біздің хақымызға дұға ететін еді. Ал сіз болсаңыз
әрі садақа беріп, сол жоқ жітіктің хақысына дұға еттіңіз дейді. Сонда Айша радиаллаху анха былай деп жауап берген екен: мен берген садақамның ақысын дұға арқылы болғаны қаламаймын деген екен. Яғни садақамды осы дүниеде кісілер мен саған садақа бердім, енді маған дұға ет дегенді қаламаймын дегені Айша анамыздың. Сол үшін әрбір жасаған жақсылығымыздың, мейлі садақамыз болсын, қандай бір істеріміз болсын, оның біз қарымын бір ғана Алладан сұрауымыз керек, бір ғана Аллаға тапсыруымыз керек деген сөз. Ертеректе мына бір керемет қисса біздер үшін осы ықыласты құлдарының қандай болу керектігі жөнінде осы қазір айтатын қиссам біз үшін үлгі боларлықтай керемет бір қисса бар. Ертеректе бір өлкелерде хан, ел билеген патшасы түс көріп, қатты шошып оянып, өзінің уәзірін шақырады. Уәзіріне бұйрық береді: таң ата біз сарайдан шығып ел аралаймыз дейді. Уәзірі ханның бұйрығын орындап, азанда жолға аттануға әзір болады. Үстеріне қарапайым киім киіп, ауыл арасына сапарға шығады. Бір ауылға келеді. Сол ауылға кіргенде әлгі хан айналасындағы ел жұртты түсінде көргеніндей бір көрініс көреді. Әрі сол жерде бір кісінің мерт болып жатқандығын байқап қалады да, әлгі сол көріністің барлығы түсіндей болғандығын сезініп, әлгі жерде жатқан мерт болған кісінің қасына барып, бұл кім деп сұрайды. Сонда қасындағы кісілер: әй, бұл қай бір оңғаннан жатыр дейсің, бұл өз бір маскүнем еді, көп ішімдік ішетін еді, онысыменен қоймай жеңіл жүрісті қыздарыменен зына жасайтын еді. Ешбір халыққа, елге жасаған жақсылығы жоқ. Бұның қорлығы осы дүниеде де Алла Тағала оны қор етіп, осына жағдайға душар қылды деп айтады. Сонда әлгі хан уәзіріне қарап: Алла Тағаланың құдіреті-ай, осы сәт Алла Тағала менің түсіме аян берілген сәт осы сәт еді. Және де маған осы жердегі жатқан кісіні жерлеуді түсімде аян етіп бұйырылған еді. Хан уәзіріне айтып, осы кісінің жаназасын оқып, ақтық сапарға шығарып салуға мен бұйырылдым деп, әлі кісіні көтеріп мешітке барады. Мешітке барса, мешіттегі кісілер де әлі кісіні танып, бұл деген ішкіш, бұл деген зінақор адам, бұның біз жаназасына қатыспаймыз, бұны тіпті жуындырып кебіндемейміз деп мешітке қабылдамай қояды. Таң қалсып, хан уәзірменен әлі кісіні алып екінші ауылға барып, сол ауылдағы жамағатқа, имамға өтініш қылады. Яғни осы мейіттің жаназасын оқып, ақтық сапарға шығарып салайық дейді. Әлгі мейітті имам танып қойып, бұл кісі біздің мешіттің жамағаты еді ғой, Алла рахметіне бөлесін деп, бар ынта жігеріменен әлгі кісіні жуындырып, кебіндеп, жаназасын оқып, әлгі жамағатпенен, әлгі хан уәзірменен барлығы барып жерлеген екен. Сонда хан таң қалсып, әлгі имамнан сұрайды: мен таң қалып тұрмын, әлгі көрші ауылда бұл кісінің елдің барлығы ішкіш, зінақор деп айыптаған еді. Ал сіз болсаңыз, бұл намазхан кісі, өте тақуалы кісі деп, осындай жақсы бір бұл кісі жөнінде пікіріңізді айтып жатсыз. Сонда имам: мен бұл кісіні жақсы танымайды екенмін. Бұл кісі әлі көрші ауылдан осы біздің мешітке келіп тұратын еді. Сол ауылға барып, бұл кісінің өзінің отбасына барып сұрағаныңыз жөн болады деп жол сілтейді. Хан уәзіріменен әлі кісінің үйін тауып, бала шағасына көңіл айтып, жұбайына мән жайдың барлығын түсіндіріп айтады. Жұбайы көңіл: менің жолдасым бар ғұмырын Құдайға арнаған адам еді деп, жолда әлгі әйелі күйеуінің жақсы адам екендігін айтып жатқан кезде, әлгі хан қарапайым киімдегі, яғни уәзір екеуі таң қалысып: бұл қалай болды деп әйеліне мән жайды сұрайды. Мән жайды айтып, бір ауыл ол кісінің әлгі ішкі зінақор болғандығын айтты. Екінші ауыл бұл кісінің тақуалы екендігін айтып жатыр. Бұл қалай дегенде
Мырза, мен жолдасымның ақыр осындай болатындығын біліп едім. Мен оған тіршілігін айтқан едім. Сен осы бүкіл ауылдағы дүкендердегі, дүкен сөрелеріндегі арақтың барлығын ешкім оны ішпесін деп, қараңызшы, ешкім оны ішпесін деп сатып алатын едің. Әрі оны үйіңе алып келіп, барлығының жаңағы жерге төгіп, дәретханаға оны тастаушы едің. Әлі сол ауылдағы жеңіл жүрісті жез өкшелерді де ақшасын төлеп, үйіңе алып келіп, бірақ олар менен, ешбір менен төсек қатынасында болмайтын едің. Ешкім күнәға батпасын деп, сондай бір қайылыске баратын едің. Әрі сол жеңіл жүрісті қыз келіншектерге өсиетіңді айтып, оларды Алладан қорқыңдар деп, оларға уағыз насихатыңды айтушы едің. Әйел айтады, сенің осы жасап жүргеніңді кім біледі? Ертең күні біреу көрсе масқара болады ғой. Сенің мынау ұсталығың, жасап жүрген кәсібің, осы елге, халыққа жасап жатқан қайыр істеріңді неге сен елге айтпайсың? Дегенінде сонда менің жолдасым, мен бұны ел білсін деп, мені мақтасын деп, мені осындай қайырлыс жасап жатыр. Бүкіл ішімдіктің барлығын, ыдыс-аяқтардың барлығын соны сындырып, дәретхана төгіп, әлгі жеңіл жүрісті қыз келіншектердің ақшасын, олардың уақытының ақшасын төлеп, оларды осыны имандылыққа, тақуалыққа шақырғандығымды ел білсін деп, мен жасамай, оны бір Алла білсе маған жеткілікті. Сөйтіп жүргенде ертең бұны өліп кетсең, елдің бәрі сені зінақор, елдің бәрі сені ішкіш деп айтады деп, күйеуіме ылғи да айтушы едім. Сонда күйеуім айтатын еді, мейлі, ел айта берсін, даттай берсін, мен оны ешбір көңіліме алмаймын. Өйткені мен бұл ісімді бір Алла үшін істеп жатырмын. Ондай жағдай болғанның өзінде, мейлі, мен бір жерде өліп қалсам да, Алла Тағала еш уақытта өзінің құлдарын, халыс құлдарын, мұхлис құлдарын, ықыласты құлдарын қор қылмайды. Мен соны білемін. Тіпті егер Алла қаласа, өзінің ықыласты құлдарын қай бір жерде жан тапсырған болса, тіпті ханның өзі келіп соның жаназасын жуып шайындырып, кебіндеп жаназасын оқуға Алладан бұйрық келсе, ол да болатындығы мен еш күмәнім жоқ деп айтатын еді деп, әйелі бар ішіндегі күйеу жайындағы мән жайтты ашып салған еді. Сонда әлгі хан менен уәзірі Құдайдың құдіретіне таңғалысып, міне шыны Аллаға құл болам, Аллаға ықыласты құл болам деген кісінің міне менің түсіме кіріп, аян беріп, міне осы Алла Тағаланың сүйікті ықыласты құлының жаназасына қатысымның мән жай осында екен ғой деп әлгі кісілер жағдайды айтқан екен. Міне құрметті бауырлар, сол үшін де барлығымыз Алланың ықыласты құлдары болуды, әрбір істе риясыз бір ғана Алла үшін, мейлі біз Құран жаттайық, мейлі бір ілім алайық, алайда іліміміз ел білсін, ер көрсін, мені білімді, білікті ғалым десін деп айтсын десек, жомарттық жасап, зекетімізді, садақамызды беріп, бірақ мені нағыз азамат, нағыз жомартжан азамат деп айту үшін егерде іс қылатын болсақ, амал ететін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисіне келгендей, оның ешбіріне сауап жазылмайды деп пайғамбарымыз айтқан екен. Алла риясыз Аллаға құл болудан, әрбір ісімізде ықыласты болуды Аллахым нәсіп етсін. Ихсан иелерінен болайық. Мен осы айтылған, барлық сіздер үшін айтылған, аз да болсын уағызымызды Ихсан кітабінен сіздерге жолдаған едік. Алла разы болсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи та'ала ва баракатуху.